Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі оңай және қамыры үлпілдек болып шығатын булочка рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқа және екінші жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз да үстіне қант қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін тұз, сұйық май, жылы сүт құйып тағы да араластырамыз. Енді үстіне ашытқыны қосып араластырып, одан кейін ұнды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырын елеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қамыры көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей бізде қамыры дайын. Енді қолымызды сұйық маймен майлап, қамырды бөліктерге бөліп тындырып қоямыз. Енді қалауымыз бойынша барлығына формасын жасап шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз дайын, өте сәтті шығатын рецепт, сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.